Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Футзалдан Қазақстан чемпионатының бүгін кезекті туры 35-ші турда Қарағандының Тұлпар және Талдықорғанның Жетісу командалары кездеседі. Кеше екі команда кездесті. Өздеріңіз білесіздер, және сол бір тартысты бәсеке қалай аяқталған туралы айта кетсек. Дәл осы Қарағандыдағы матч 3-2 есебімен аяқталды. Тұлпар жеңіске жетті. Сөйтіп турнир кестесіндегі жағдайын енді керемет жақсарта алмаса да Тұлпар бірақ ұпай санын молайтты. Қос команданың құрамына тоқталсақ болады. Тұлпар командасының бастап құрамы: қақпада екінші нөмір Магомед Абдурашидов, 9 Виктор Клинов, 12 Кирилл Дуров, 17 Тимур Мәлібеков және 19 Әділет Дүйсенбі. Команданың бапкері Әміржан Мұханов. Ай, тамаша, міне ақыры Нұрсұлтан Таңатұлы бұл шабуылдың нүктесін әдемі қойып отыр. Жетісу есеп ашты. Гол авторы Нұрсұлтан Таңатұлы. Абдурашидовтың әрине бұл жерде қателігі, допты алып кетті. Бірге жаттығырса да Қайрат командасына алсақ деген сияқты әңгімелер болды сол кезде. Өзінің карьерасын Оқжетпес командасында бастаған. Абдурашидов ресейлік легионері. Абсалямов қарсы алдында Фине отыр. Абсалямов жақсы алдады. Қақпаға соққы, міне гол, 1-1. Жарайсың Абсалямов. Бекежан тамаша соққы, өзі ұйымдастырды бұл шабуылды. Фине оны сан соқтырды. Бір жағына жалтарып барып, тамаша соққымен қақпаның бұрышын дәл көздеді. Абдурашидов қателесті. Төрехан Досов, айтты қой, бәрін біліп қойды. Есеп 1-2. Төрехан Досов. Досов Тұлпарға дос емес қазір. Допты ұрлап әкетті кәдімгідей. Ұрлап әкетіп барып, өзі бастап шабуылды өз аяқтады. Финео. Есеп 1-3. Финео қазір қандай гол соқты. Ешкім ойлаған жоқ ол қақпаға тебеді деп. Абдурашидов қалай жіберіп қойды бұл допты. Дуров. Кирилл, жақсы пас. Гол! Тамаша комбинация. Аңсар Ахмет Кәрімов. Қалай қазір суырылып шықты қақпаның маңына. Кирилл Дуров тамаша пас беріп отыр. Есеп айырмасы қысқарды. Аңсар Ахмет Кәрімов голдың авторы. Қаразаш, Кириллдің да пасы қандай керемет. Артқа қарай Көкімбаев, Абсалямов, Дүйсенбі, Абсалямов. Қақпаға соққы, Индио қайтарды. Бірақ қазір қайтара соққы жасауға болар еді ғой. Жоқ, уақыт жетпеді. Матч аяқталды. Тура кешегі нәтиже, бірақ бұл жолы жеңіске Жетісу командасы жетіп отыр. 3-2 есебімен сырт алаңда, сөйтіп екі команда осы екі ойында 1-1 жеңіске жетті. Біздің де хабарымыз аяқталды, құрметті жанкүйерлер, аман сау болыңыздар. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала.